Бүгін грек-рим күресінен әлем чемпионы, Мәскеу Олимпиадасының жеңімпазы, халықаралық спорт шебері, Қазақстанның еңбек ері Жақсылық Үшкемпіровтің туған күні. Ұлтымыздың даңқты балуанының жеңісті жолын, жарқын бейнесін бірге еске алайық. Жақсылық Үшкемпіров 1975 жылы Совет одағының жазғы спартакиадасында чемпион атанды. Қазақстан чемпионатын бірнеше рет жеңіп алды. 1980 жылы Еуропа чемпионатының күміс жүлдегері, Мәскеу Олимпиадасының чемпионы, әлем чемпионы атанды. Бүгінде Жақсылық Үшкемпіров атындағы Елорда төрінде жекпе-жек сарайы бар. Онда күрес түрлерінен төрткүл дүние көз тіккен байрақты бәсекелер өткізіліп тұрады. Біздің тілегіміз Жақсылық ағамыздың боз кілемдегі жарқын жолын кейінгі балуандарымызға берсін. Алдағы олимпиадаларда алтыннан олжа салар қазақтың бозымұлы көп болғай.